Елімізде Семей ядролық қауіпсіздік аймағы құрылады. Бүгін мәжілісте тиісті заң жобасы қаралды. Мақсат бұрынғы Семей сынақ полигоны аумағында және оған іргелес жатқан жерлерде радиациялық және экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету. Қазіргі таңда Семей сынақ полигоны 3 облыстың аумағында орналасқан. Бұл осы жаққа келетін адамдардың іс-әрекетін, жалпы аумақта болып жатқан оқиғаларды бақылауға қиындық туғызады. Полигонның нормативтен тыс ластанған жерлерін оңалту және қайта қалпына келтіру жұмыстары жүргізіліп жатқан жоқ. Радиоактивті ластану деңгейі бойынша да нақты көрсеткіштер жоқ, өйткені тұрақты түрде мониторинг жасалмайды. Осы және басқа да түйткілді мәселелерді шешу үшін арнайы құқықтық режимі бар Семей ядролық қауіпсіздік аймағын құру бойынша заң жобасы әзірленген. Полигонның нормативтік тыс ластанған жерлерін басқару жөніндегі уәкілетті ұйым ретінде энергетика министрлігінің ведомстволық бағынысты ұйымы Қазақстан Республикасының ұлттық ядролық орталығын тағайындау болжанып отыр. Бұл ұйым 1992 жылы тұңғыш президент жарлығымен бұрынғы Семей ядролық сынақ полигоны кешені және тиісті ғылыми ұйымдар мен объектілерін негізінде құрылған болатын.